Алматы технологиялық университеті. Факультет тағам технологиялары. Кафедра тағамдық биотехнология. Курстың атауы тағам биотехнологиясының заманауи тенденциялары. Дәріс оқитын Желдібаева Айнұр Амангелдиновна, қауымдастырылған профессор, химия ғылымдарының кандидаты. 13-ші дәріс капсулалар, олардың түрлері, қосымша көмекші заттар, толтыру технологиясы. Дәріс мақсаты заманауи биотехнологияның тенденциялары, даму перспективаларымен танысу. Бірінші сұрағымыз бізде биотехнологияның пайда болуы мен дамуының тарихы. Екінші сұрақ биотехнологияның процесс. Үшінші сұрақ биотехнологияның принциптері. Капсулалар. Капсула латынша қаптама, қабық, қорапша деген мағынаны білдіреді. Қабыққа салынған дәрілік заттан тұратын мөлшерленген дәрілік түр. Көбінесе олар ауыз арқылы қабылдауға арналған. Сирек жағдайда ректалды, вагиналды және басқа енгізу әдістеріне арналған. Соңғы жылдары бұл дәрілік форма кең таралды. Бұл оның бір қатар ерекшеліктерімен түсіндіріледі. Дозалау дәлдігі дәрілік заттар жарық, ылғал және ауаның әсерінен қорғалған. Бұл оңай тотығатын заттарды сақтау үшін өте маңызды. Кейбір жағдайларда олардың жағымсыз дәмі, түсі мен иісі алынып тасталады. Сондай-ақ желатин қабығы ұшпа сұйықтықтарға төзбейді. Бірақ егер салыстырмалы ылғалдылық 70%-дан асса, онда заттарды қорғау үшін арнайы герметикалық қаптама қажет. Капсулаларда мөлшерлеу дәлдігі қамтамасыз етіледі. Капсулалар бояғыш заттарды қолдануға ыңғайлы, сондықтан жақсы келбетке ие. Олар оңай жұтылады, өйткені сілекеймен суланған капсулалар ауыздың шырышты қабығында еркін қозғалады және шамалы жұтылу қозғалыстарымен де оңай жұтылады. Капсула түрлері. Ішекте еритін капсулалар, сонымен қатар асқазан сөлінде тұрақты болуы және ішекте белсенді заттарды босатуы керек. Олар модификацияланған босату құралдарына жатады. Қатты немесе жұмсақ капсулаларды қышқылға төзімді қабықпен немесе капсулаларды қышқылға төзімді қабықпен қапталған түйіршіктермен немесе бөлшектермен толтыру әдісімен жасалуы мүмкін. Капсулалардың кейбір түрлерінің тәуелсіз атауы бар. Тубатиндер – бұл таблеткаларды жұтуды білмейтін жас балаларға арналған. Ұзартылған мойыны бар жұмсақ желатинді капсулалар. Мойын тістеген кезде бала капсулаларды ішіндегісін сорып алады. Спансула – құрамында май қабықшасы бар. Микрокапсулалар микродраже, қоспасы және дәрілік заттардың әртүрлі еру уақыты бар ішке қолдануға арналған қатты желатинді капсула. Медула – құрамында қабықшасы бар микрокапсулаларды бар қатты желатинді капсула. Желатин сипаты. Капсулаларды өндіруге арналған ең көп таралған формативті материалдардың бірі. Желатин латынша қатаю. Бұл омыртқалардың дәнекер тінінің негізгі бөлігін құрайтын коллагеннің ішінара гидролизінің өнімі.
Желатин ақуыз молекуласының негізгі 19 амин қышқылдары түзетін полипептидтің тізбек болып табылады. Олардың көпшілігі адам ағзасы үшін. Олардың негізгілері глицин, пролин, оксипролин, глутамин қышқылы, аргинин, лизин. Желатиннің құрамында коллаген бар. Әртүрлі шикізаттан, негізінен сүйек, шеміршек, ірі қара малдың сіңірлері мен шошқа терісінен екі әдісті қолдана отырып алынады: қышқыл және сілтілі. Біздің елде Б типті желатин қолданылады. Дегенмен А типті желатин ең перспективалы болып табылады. Онда жоғары беріктігі мен тұтқырлығы бар шешім алынады. Желатин капсулаларының кемшіліктері. Бірінші, әдетте белсенді компоненттердің тез шығарылуына жол бермейтін заттардың комбинациясы қолданылады. Олардың арасында акрилполимерлері, целлюлоза туындылары және басқа заттар жиі қолданылады. Желатин капсулаларының кемшіліктерінің арасында ылғалға жоғары сезімталдықты атап өтуге болады. Бұл оларды сақтауда белгілі бір шарттарын толық ұстануды талап етеді. Сондай-ақ желатинді капсулаларға қабықтарды ылғалдан сенімді қорғайтын жабындар қолданылады. Сонымен бірге олардың асқазанда тез бұзылуына жол бермейді. Мұндай пленка жасушаларға қант, параминобензаттар, целлюлозаның амин туындылары жатады. Бұл әдістер желатин капсулаларының ылғалға төзімділігін жақсартады. Желатин капсулаларын алу әдістері. Бірінші, батыру әдісі. Ол жұмсақ капсулаларды да, бас қақпақтары бар капсулаларды да алу үшін қолданылады. Металл қалыптарды зәйтүн, түйреуіштер желатин массасын қыздырылған ерітіндісіне батыруға негізделген. Осы әдіспен капсулаларды алу қолмен де, автоматты түрде де жүзеге асырылуы мүмкін. Екінші, құю әдісі. Капсулаларды алудың ең қарапайым әдісі. Көбінесе қолмен. Ол қыздырылған желатин массасын ұзын глобулдар пайда болатын металл қалыптарға құюда тұрады. Әйтпесе, дайын капсулалардың қалыптан бөліп алу қиын. Содан кейін массаны қалыптан тез ағызады, пішіннің ішкі қабырғаларында қалған масса қатайып, оның іш пішінін алады және қолмен бөлінеді. Үшінші, тамшылы әдіс. Дәрілік заттың ерітіндісімен немесе суспензиямен толтырылған сералық желатин тамшысының пайда болу құбылысына дәрілік заттың ерітіндісін және қыздырылған желатин массасын салқындатылған вазелин майына бір мезгілде тамшылатып мөлшерлеуге негізделген. Төртінші, желатин массасының алдын ала дайындалған жұқа табақтардан престеу, штамптау әдісі. Капсулаларды алудың ұқсас әдісін Колтон 1890 жылдың соңында ұсынды және Шерер одан әрі дамытты. Бесінші, сағымдау тәсілі.
Басу әдісі тамшылардан айырмашылығы сұйық капсулаларды ғана емес, сонымен қатар қатты дәрілік заттарды, бұл ұнтақтар, түйіршіктер болуы мүмкін. Сондай-ақ паста мен май тәрізді құрамды алуға мүмкіндік береді. Айналмалы барабандары бар машиналарда капсула алу принципі. Көріп тұрғанымыздай, бірінші матрицалардың бар барабандар, екінші желатин тоспасы, үшінші сына, клиновид тәрізді құрылғы, төртінші поршенді диспенсер, бесінші дайын капсула. Желатин массасы микроағзалардағы көбею үшін қолайлы орта болып табылады. Қабықтардың микробқа қарсы тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін масса құрамына консерванттар енгізіледі. Салицил қышқылының қоспасы 0,12%-ға дейін. Калий немесе натрий метабисульфатимі 0,12%-ға дейін. Бензой қышқылы және натрий бензоаты 0,125 пен 0,1%-ға дейін. Нипоген 0,1 мен 0,5%-ға. Капсулаларға артымды презентация беру үшін белсенді заттарды фотохимиялық реакциялардан қорғау үшін желатин негізінде түзеткіш, коррегирлеуші қосалқы заттар енгізеді. Кейде капсулаларды алу үшін массаға хош иісті заттар қосылады. Эфир майлары, эссенциялар және этил ванилин 0,1%. Бұл капсулаларға жағымды иіс береді. Әсіресе жағымсыз иісі бар дәрмектер болған жағдайда, мысалы метионин. Желатин жануардың текті табиғи өнімі, ол ақуызға бай және тағам, медицина, косметология сияқты әртүрлі салаларда кеңінен қолданылады. Оның басты артықшылықтары тағамдарға ерекше құрылым беру және ағзаға пайдалы коллагенмен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, өсімдік текті баламалар да бар. Олар вегетарианды және арнайы диета ұстанушыларға қолайлы. Қорытындылай келе, желатин әмбебап әрі пайдалы өнім, бірақ қолдану алдында оның қайдан алынғанын және қандай мақсатқа сай келетінін ескерген жөн. Желатин тек қоғам қоспағына емес, сонымен қатар денсаулық пен сұлулыққа әсер ететін құнды зат. Ол тері мен буын сұлулығын сақтау үшін таптырмас табиғи көмекші. Сонымен қатар аспаздықтан желатин тағамдарға ерекше көрік, дәм мен құрылым беріп, тәттілер мен салқын тағамдардың құрамында жиі қолданылады.